Антарктидада пингвин сізге жақындаса, дұрыстап тұрыңыз да қозғалмаңыз. Ол сізді өз туысы деп ойлайды. Антарктида туралы келісімге сәйкес адамдарға пингвиндерге бірінші болып жақындау тыйым салынады. Тіпті кішкентай үлпілдек бала өзінен өзі келсе де мүсіндей тұру керек. Ал сіз білесіз бе, неге пингвиндер адамдардан қорықпайды? Олар бізді өздері деп қабылдайды. Суық Антарктидада тек пингвиндер ғана екі аяқпен жүреді. Екі аяқпен тұрған адамды көріп, олар қуанып сізді пингвин деп ойлайды. Тіпті сіздің ерекше екеніңізді байқамайды. Пингвин ойлайды, қандай жақсы, суыққа дайын киінген. Ол шынымен де сізді дайындалған және өзіне жақын туыс деп санайды. Бірақ осы сүйкімді жануарды ұстауға болмайды. Олардың қауырсындарында суықтан қорғайтын ерекше май бар. Егер барлығы пингвиндерді сипаса, қорғаныс қабаты кетіп қалуы мүмкін. Пингвиндер күніне мыңдаған рет ұйықтайды. Әрбір ұйықтау бірнеше секундқа созылады, шамамен 4 секунд. Бейнеролик ұнаса лайк басып, парақшаға тіркеліңіз. A ver, pero ¿quién es este hombre, hija? Es un pingüino. Toma.